Аяқ асты. Шымкентке келіп қалдық. Ну как там, все нормально, да? Нормально, но не привык еще. Бұл жақта шымкентский вариант деген бар екен ғой, да? Да, говорят, шымкентский вариант жасап кетеді дейді ғой, я. Сен де ертең бұл жаққа келіп шымкентский вариант істеп жүрме. Айбек. Давай, Руся, потом я тебе перезвоню. Ладно, давай. Айбек, Ау. бардашукты қараш, портменом бар ма? Бар ма екен? Жоқ, шеф. Қайда түсіріп алдың, таппай жатыр ма? Номеріңізға тастап кеткен жоқсыз ба? Номерді жоқ. Жұмыс жақта қалды ма? Ішінде ақша бермеді? 200 мың теңге, банктың карточкалары. Надо срочно заблокировать карту. Тауып алған адам хабарласатын шығар. Ішінде визиткам бар ғой. Шеф, қайда келгеніңізді ұмытып қалдыңыз ба? Бұл сізге Алматы мен Астана емес қой. Если что, біз Шымкенттеміз. И чё, не болды Шымкентте болса? Шеф, енді сіз білмейсіз ғой. Бұл жақта ұрлаған бұлай тұрсын. Аузыңа салайын деп тұрғанда көзің бақырайтып қойып қағып кетеді ғой. Да? Не істейміз? Көреміз уақыт өте. Бүгінше шөтті мен төлейін. Осы кафеден арнайы заказ беріп қойғам. Келіңіз, отырыңыз. Бұл жерге кеше келгенмін ғой. Аха. Басқасын қайтам. Тамағы деген енді. Аузыңыздың суы құриды. Иә, өте дәмді. Қандай тамаққа заказ бересіз? Палау, самса, сорпа, шашлык. Жеңілден бастайық бірінші. Жеңілден, болды. Інім, кешегіде 2 сорпа. Болды аға. 2 сорпа кешегіде. Алло? Жақсы ма? Алло? Да, кім бұл? Аға, сіз портмені жоғалтқан бедіңіз? Иә. Кім екен бұл? Менің атым Қанат. Мен сіздің портменіңізді үйге келе жаттауы болып едім. О, жарайсың Қанатжан. Сен қай жердесің қазір? Мен жіді вокзал жақта тұрам. Темір жолдың арғы бетінде. Тоқташы балам. Жіді вокзалға қанша уақытта жетеміз? Примерно 30 минут. Не болды? 30 минут? Аха. Балақай, Аға, шамамен 40 минутта барсақ бола ма? жарайды аға. Онда сізді 35-ші мектептің алдына күтем. 35-ші мектеп? Иә, аға. Аха, келістік. Жақсы. Не болды бәтсеке? Бір жас бала портменін тауып алды. Полицияға хабарлаймыз ба? Не үшін? Енді білмейтін жердің қыр-сыры көп дегендей, оның үстіне жаңадан келдік. Біреулер кішкентай баланы пайдаланып, Шымкентке вариант жасап кетсе не істейміз? Айбек, сол жас баладан қорқып отырайық енді. Жүр кет. Сорпашы. Кет. Балақай, сен ба портманан тауып алған? Иә, мен. Ассаламалейкум. Уағалейкумассалам. Әкел. Аға, атыңыз кім? Марат Асқарұлы. Сен бесен қара ішінде жеке куәлігім бар. Иә, аға, дұрыс екен. Дұрыс па? Портмені сіздікі екен. Міне алыңыз. Ай, рахмет. Шеф, бәрі түгел ме екен? Иә, бәрі түгел. Рахмет, балақай. Кеттік онда. Аға, 200 теңге бересіз ба? 200 теңге? Балақай, не болды сонша саусағын қимылдатқанға ақша сұрап? Қоя тұр. Неге 200 теңге? Жаңа мен сізге көрші ағаның телефонмен хабарласқан ем. Единицасын құртқаным үшін 200 теңге берем деп уәде бергем. Уәде бердің бе? Иә, уәде бердім. Дұрыс екен. Мә ендеше 200 теңге. Рахмет аға. Ал мынау. Сүйіншің. Ой, жоқ аға, қоя беріңіз. Керек емес сүйінші. Қой. Мә, Жоқ, менің қолымды қоя қайтарма. беріңіз. Мә, ал.
Рахмет аға. Рахмет аға. Балақай, Ау. есімің кім еді? Қанат. Қанат? Иә. Жақсы аға. Жарайсың, Қанатжан. Шеф. Шеф. М? Мына бала бар ғой? Точно шымкенттік емес. Қалай? Мен естіген шымкенттіктер бұндай емес. Сен осы бұрын Шымкентте тұрып көрдің бе? Жоқ. Сені біреу лақтырып па еді? Жоқ. Шымкенттен басқа қалада сені ешкім алдамайды. Ешкім қулық жасамайды, солай ма? Жоқ, шеф, сіз дұрыс түсінбедіңіз. Мен жігіттерден естігенімді айтқаным ғой. Сен естігеніңді емес, көзбен көргеніңді айтсайшы. Осы сен Шымкенттің тамағы мақтайсың да, неге адамдарын даттайсың? Енді Айбек, сен айтқан алаяқтар кез келген қалада бар. шеф, Болдым аға. Рахмет аға. Жолыңыз болсын, жақсы. Аға, машинаңыздың баллонға рейт берейін ба? Қажет емес. Жарайды. О, Марат аға. Эй, Ассалаумағалейкум. уағалейкум ассалам. Қанатжан қалай? Жақсы. Мұнда не істеп жүрсің? Осы жерде жұмыс істеймін. Не жұмыс істейсің? Жүк ауыр кісілердің жүгін машинасына жеткізіп берем. Немесе машиналардың дөңгелегін қарайтып берем. Онда менің машинемнің дөңгелегін қарайтып бере аласың ба? Әрине. Машинаңыз мынау ғой, ә? Міне. Болды, қазір кірсем. Балам, қалай? Жақсы. Саған не алғанды қара. Не алған? 응? Айфон номер ма? Иә. Блин, пап, неменеге алдың номерді? Не болды? Ой, пап, қазір айфон номер модадан қалып кетті ғой. Балдардың бәрі 12 Pro ұстап жүр. Бұның қанша тұратынын білесің ба сен, балам? Өтпе саңыз, ұстамаймын мен бәрібір. Позор ғой. Позор несі? Болдым аға, бәрін қарайтып қойдым. Болдың ба? Иә, болдым. Қанша төлейін? Ой, қоя беріңіз аға. Ой, сенің еңбегің ғой, ұят болады. Мінекей ал. Ой аға, мұныңыз тым көп қой. Шын көңілден беріп тұрмын. Қалғанына өзің бірдеңе сатып аласың. Ала ғой. Рахмет аға. Жолыңыз болсын. Рахмет. Жақсы. Жақсы. Өткен машинаңыз баллонға рейт берейін ба? Жоқ, керек емес. Қанатжан, Ау аға, кеш болып қалды ғой, үйіңе қайтпайсың ба? 15-20 минутта қайтам аға. Жүр, үйіңе жеткізіп тастайын. Қоя беріңіз аға, автобуспен қайтам ғой. Мен как раз сен үй жағыңа жұмыстарыммен барам. Жол серік боп бірге барайық, жүр. Жарайды. Санжар, мен үйге қайттым. Қанша таптың? Білмеймін, санаған жоқпын. Давай, ертең Отыр, жолығамыз. Давай. Кел. Бұл жерде қанша болды жұмыс істеп жүргеніңе? 3 айдай болды. Күніне қанша табасың? 1500-2000-дай табам. Ал мереке күндері 3-4 мыңға шейін табам. О, басқа немен айналысасың? Жазда осы жерде істеймін. Күзге таман базарда баллон тасимын. Аяқ қолым сау, денсаулығым жақсы. Қарап жатқанда кім береді маған? Осы сендер Шымкенттің жігіттер пысықсыңдар. Риза болдым. Аға, Ау, олай Шымкентте бөлмесеңізші.
бәріміз бір қазақтың баласымыз ғой. А? Жарайды. Аға, осы жерден тоқтай беріңіз. Болды. Жақсы аға. Рахмет, жолыңыз болсын. Анашым, мен келдім. Келдің ба құлыным ау? Иә, келдім. Анашым, міне мына тізімдегі дәрілеріңізді әкелдім. Рахмет құлыным. Анашым, жағдайыңыз қалай? Кешегіден тәуірмін. Мама, бүгінше жұмыста қол жүріп 4.000 теңге таптым. Қазір мен сізге жақсылап тұрып картошка қорып берем. Жұрттың анасы баласын бақса. Менің отырысым мынау. Анашым, өйтіп айтпаңызшы дедім ғой мен сізге. Мен жігіт емеспін ба? Сен осылай мәжбүрлеп қойғаныма кешірші мені. Марқұм әкең тірі болғанда сені мен мақтанар едім. Анашым, уайымдай бермеңізші. Әлі-ақ жазылып кетесіз. Одан бұлай жыламаңызшы өтініш. Болды құлыным, жыламай. Салқындап қаласыз. Жүріңіз, үйге кіреміз. Аяғыңызды ыстық суға салып, жақсылап массаж жасап берем. Жүріңіз, тұрыңыз. Рахмет, көке. Әпкегеніз көмектесіп жіберіңіз. Мамаға беріңіз, көмектесіп жіберіңіз. Рахмет. Уайымдама балақай, сабыр сақта. Бәрі жақсы. Мамам қайда? Анаң үйде. Мама! Ау, балам. Анашым, сізде бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс, балам. Уайымдама. Балақай, сыртқа шығып кетесің ба? Аға, сіздер не үшін келдіңіздер? Қазір анаңды өзімізбен бірге клиникаға алып кетеміз. Не үшін алып кетесіздер? Қазір алып кетіп демесек, ауру асқынып кетуі мүмкін. Аға, не болды? шынын айтқанда, біздің сіздерге төлейтін ақшамыз жоқ. Есімің кім? Қанат. Қанатжан, сен ол жағын уайымдама. Емнің ақшасы алдын ала төленіп қойған. Кім төледі? Ол жағын білмедім. Бізге тапсырма келді. Енді анаңа жақсылап қарау біздің міндетіміз. Қаласаң сен де жүр. Анаңның қасында жатып, бірге қамқор боласың. Рас айтып тұрсыз ба? Әрине. Анаңның киімдерін жинай қой. Қазір онда. Қазір аға. Анашым, сіз емделетіп болдыңыз. Абайлап түсіңіз. Алдына мінеміз ба? Жүріңіз. Апай, маған мына дәрілерді беріңізші. Бұл дәрілерді кімге алмақшысың? Анама. Дәрігердің назначениесі бар ма? Әрине бар. Маған су бере Міне алыңыз. Қараш, қандай қиын жағдайда жүрсе де, осындай бала тәрбиелеп отыр. Иә, кезінде біреудің сөзіне сеніп, мына қаланы жек көруші едім. Мына бала менің ойымды қатты өзгертті. Шеф, осы мен Шымкентский вариант дегенде дұрыс түсінбеген екенмін.
сөйтсем тірліктің көзін адамның тілін тез табатын шымкентский вариант деген осы екен ғой, иә?